өміріңізде бір рет болсын ерте сағат 4-5-те тұрып көруіңіз керек. Сөзбен жеткізе алмаймын қаншалықты керемет бір нәрсе екенін. Біріншіден білесіздер, мен уже айтқанмын, сағат, чтобы рано вставать, нужно ложиться не в тот день, в который засыпаешь, деп айтады, Вот. Сол үшін былай, кешкі сағат 10, 11-лерде, примерно сол 10-нан сағат 1-лерге дейін адам ұйықтаса, әр бір сағаттың ұйқысының несі пайдасы 2 сағат. Одан кейін уже 2-лерден кейін адам жатып атса, уже ұйқының несі эффективность аз болады да. Бірінші себебі осы ерте жатқанның. Екіншіден, сіз несіз ұйқыңыз қанады. Сағат 8-9-ға шейін ұйықтаудың қажеті жоқ. Сағат ерте жатып, ерте тұрған қайда ұйқыны көбірек қандырады. Это факт. Енді қараңыздар. Таңертең адам несі миы жақсы жұмыс істейді. Адамда сила воли, жігер бар ғой, көбірек болады. Батарейка сияқты ғой, мышцы сияқты. С утра сила воли больше, вечером меньше. Тоже факт. Биолог болып сіздерге айтып жатырмын. Одан кейін тағы бір совет, ұйықтаған кезде 1,5 сағат ұйықтаңыздар. Ұйықтайтын болсаңыз 4,5 сағат или 6 сағат сөйтіп ұйықтаңыздар. Сол кезде тұру оңай, жеңіл болады. Енді сізге қандай басқа ұсынысым бар? Астында телефон бар, соны қарап отырмын. Біріншіден, магия утра деген кітапты оқыңыз. Әлі де оқымаған болсаңыз, просто алыңыз да оқыңыз. Оны оқымасаңыз, хотя видеосын қараңыз. Қысқа видеолар бар ғой, кітапты түсіндіретін. Бүкіл әлем ұйықтап жатқан кезде сіз тұрыңыз. Бүкіл керемет қандай, қалай айтсам, үлкен жетістікке жеткен адамдар бәрі көбінесе не істейді? Ерте тұрады. Аз ұйықтайды. Өйткені олар өмірдің несін қадірін түсінді. Ұйқымен көп ұйықтамайтын олар. Ерте жатсаңыз, түнде бәрі көп пайдалы нәрсе істемейміз ғой. Фильм қарап, басқа нәрсе істеп. Сол үшін ертелі жатып, ертелі тұрсаңыз, таңертең настроение жақсы болады және көп пайдалы заттар істей аласыз. Қандай? Ең маңызды ерте істейтін заттардың біреуі ол өзін-өзін дамыту, саморазвитие. Басқа уақытта оған қол тимейді. Мысалы, не істедіңіз? Күндіз не болады бізде? Көбінесе жұмыс, суета, отбасы мәселелер, бала-шаға, сосын тағы не, үстіп уақыт кетеді жұмыстарға. Таңертең ең маңызды нәрсе, хотя бы 1-ақ сағат өзіңізге несеңіз, өзіңізге уақыт бөліңіз. Саморазвитие, самосовершенствование деген осы. Даже сағат 4-5-те тұрмай қойыңыз. Жарты сағат, 1 сағат, 2 сағат ертерек тұрсаңыз, чем вы обычно встаете, да? Ол уже огромный плюс. Көп нәрсе үлгересіз. Мысалы, мен не істеймін? Күнде сағат 4-5-те тұрам деп айтпаймын, бірақ қатты қалаймын. Осымен жұмыс істеп жатырмын. И тұрған кезде мен таңертеңгі өзімнің нем бар. 7 минуттық стратегия деген нәрсе бар. Қысқа сізге айтып берейін, пайдасы тиеді деп ойлаймын. Біріншіден, тұрған кезде не істеймін? Бір өзімнің өмірлік миссиям. Примерно 1 минут. Бұл өмірім ең маңызды менің миссиям қандай? Соны айтып шығам, өз есіме түсірем. Mission, vision деп айтады, ол өте маңызды. Қайда кетіп бара жатырмын? Менің главный миссиям қандай? Күн деген соң айтып тұрыңыз. Жайлап-жайлап ауыстырып тұруға да болады. Одан кейін тағы да 1 минут мен істеймін. Не бар қандай? Визуализация. Мен мысалы өзімді болашақта көп жылдан кейін уже қазірден бастап қалай көріп жатырмын. Өзімді мысалы, как? Надо представлять, что ты уже, скажем, умеешь вот это делать, то делать, что сен армандаған, қалаған заттарды не істеу керек? Как будто уже сенде қазір бар. Соны елестету керек. И жайлап-жайлап миың соған сенеді, саған соны не істейді? Алла тағала, вселенная деп айтады. Саған соны тарта бастайды. Қалай болатынын білмеймін мен, бірақ
дұрыс сенемін да, ол өзі құдай қаласа келеді. Бұл дұға ретінде өтіп кетеді. Вот, ол да көп уақыт алмайды. Не қалайсыз? Я хочу там, не знаю, научиться там, не знаю, ағылшын, не істеймін, спортпен, я мысалы, уже представляю себе такой спортивный, мынандай заттар дамыған, тағы бәрін не қалайсыз? Я хочу финансово независимый. Мысалы бір онлайн мектеп ашқым келеді, тағы бір нәрсе, бәрін соны не істеңіз, қорықпай, не істеңіз, елестетіңіз. Көп уақыт кетпейді, 1-ақ минут. Одан кейін өте маңызды. Бұл өмірде сіз неге рахмет айтасыз? Мысалы, Аллаға шүкір, менде осындай заттар бар. За что вы благодарны? Соны айтып шығыңыз. Даже прежде чем что-то просить, маған мынау керек, анау керек, бірінші сізде не бар? Соған рахмет айтыңыз, шын жүректен шүкір етіңіз. Шүкір етсеңіз, одан да көп болады. Сұраудың алдында осыны ұмытпаңыз. Енді не істеу керек? Шын жүректен ішімде бір сезім болады. Бәрін жақсы көрем, бәрін кешірем, бәрінен кешірім сұраймын деген сияқты ішімнен осындай нені айтып шығамын мен. Одан кейін менде не бар? 1 минуттық медитация бар. Медитация деген не ол? Ешқандай Будда сияқты отырмайсыз. Просто 1 минут ешнәрсе ойламайсыз. 1-ақ минут. Ол өте оңай. Ешнәрсе ойламау. Өзін жұмсаңыз болады. Тағы да 1 минут менде өзімнің көзіммен жаттығу істеуге уақыт кетеді. Ол өте маңызды. Көзіміз көп қарап шаршайды. Соны бұзып алмас үшін осындай зарядка істеймін. Тағы да 1 минут мен не істеймін? Специальный нелер бар, таблица Шульца деген. Уже скорочтение деген нәрсе, ол уже отдельный видео түсіруге болады. Соған байланысты жаттығулар істеймін, тезірек оқу үшін. Одан кейін сізге тағы бір ұсыныс, кеңес. Постарайтесь не істеуге, осы бүгін мен не істеймін? Соны бір мини-план істеу шығарға. Мен бүгін осындай ең маңызды заттар істеп қоямын деп не істейсіз. Болды, енді қараңыздар. В общем, өмір слишком қысқа, дұрыс па? Чтобы оны ұйқымен өткізуге. Примерно қанша сағат? Адам 8 сағатта ұйықтайды, дұрыс па? Біз 8 сағат ұйықтаймыз. Ол өмірдің 3-тен 1. Получается, 100 жыл өмір сүрсеңіз, 33 жылдан астам уақытыңыз ұйқымен кетеді. Енді математика. 6 сағат ұйықтайық. Ертерек жатып, ерте тұрып, 6 сағат ұйықтайық. Ұйқы мощный қанады, плюс не болады? 6 сағат, ол 4-тен 1 дұрыс па? 100 жыл өмір сүрсеңіз, құдай қаласа, 25 жылыңыз кетеді. Это қалай? Экономия 8 жылдан астам экономия етеміз. 8 жыл өміріңізде қанша істеуге болады, дұрыс па? Life is too short to sleep it, окей? Енді бонусны, ең соңғы, ең маңызды нәрсесіне айтып жатырмын. Таңертең ерте тұрған кезде мен не сезінемін? Бір көріңіз просто өзіңіз. Может, келісесіз мен. When I wake up very early, I feel very close to God. Okay? Мен өзімді Құдайға жақынырақ сезінемін. Я чувствую себя ближе к Богу. У меня есть время задуматься о себе, о своей жизни, о духовном, о духовности. Правильно ли я живу? Откуда я пришел и куда иду деген сияқты. Қайдан келдім, қайда кетіп бара жатырмын, өмірімді дұрыс өткізіп жатырмын ба? Правильно ли я использую время? Прежде чем смерть придет, өлмей жатып, осы заттарды ойлау керек. Шынымен мен өмірімді дұрыс қолданып жатырмын. Ой, 80-ге, 90-ға келген кезде, оказывается, керемес нәрсемен айналыстым демеу үшін таңертең осыны ойлап шығыңыз. Бәрі ұйықтап жатыр, ешкімізге мешать етпейді. Балаңыз ұйықтап жатыр. Самое время об этом задуматься. Задумайтесь о самом важном в жизни. Өміріңізде ең маңызды заттар, сіздің отбасыңыз, миссияңыз, ойлаңыз. Таңертең күндіз уақыт болмайды. Днем у нас суета, работа, семья, просто времени не хватит. Поэтому идеальное время это утро. И видеоның соңынан қараған үшін сізге тағы да бір бонус. Қалай ерте тұруға болады? Мен біраз оқыдым, зерттедім, тырыстым. Сізге өзімнің тәжірибеммен бөлісейін. Ерте тұру үшін көп
нәрсе керек емес. Бір, нужно реально пораньше покушать. Сағат 6-7-лерде хотя бы до 8 тамақ жеп алыңыз. Одан кейін көп ауыр тамақ жемеңіз. Ужин должен быть легкий. Салат, сорпа, побольше жидкостей. Бірақ ауыр тамақ жемеңіз и за 2-3 часа не істеу керек, тамақ жеп үлгеріңіз. Да? Хорошо? Это значит, одан кейін настрой. Мен 5-те тұрам. Прям настраивать свой организм, подсознание. Хорошо? Одан кейін екінші нәрсе, будильник қойыңыз. Будильник обязательно. Жақсы бір музыка, приятная музыка. И примерно сол сағат 4-5-терге таман будильникті подальше қойыңыз. Анау ескі жаққа қойыңыз. Будильник қойған кезде специальный программа бар. Аларми деген. Уақытта специальный задачалар бар. Таңертең тұрған кезде сразу өшіреміз ғой біз. Таңертең тұрған кезде сразу өшіре алмаймын. Ана жақта умножение, деление сондай қиын есептер шығады. Мен соны шығаруым керек та. Не істеу үшін, тұру үшін, өшіру үшін. Мен соны шығарам. И будильник қатты айқайлайтын үшін, не істейсің? Сен комнатадан шығып кетесің да, басқаларды оятпау үшін. Вот сондай бір мақта стратегия бар. Одан кейін таңертең мен фрукты жақсы көремін. Өзім жақсы көретін фруктылар бар, иногда бір сок бар, тұрғаннан кейін сразу барып жеймін соны. Ұнайды да сондай. Сізге де ұнайтын бір нәрсе қойып қойыңыз. Не ұнатасыз? Музыка қоясыз, фрукты қоясыз, тағы бір нәрсе. С утра должно быть что-то приятное. Награда ретінде, да, ерте тұрған үшін. Вот. Одан кейін тұрғаннан кейін бетіңізді жуып, бір-екі отжимания, приседания істеп, зарядка істеп, сразу не істеңіз. Кітап оқыңыз. Таңертең обязательно кітап оқу керек. Бәріңізге көп рахмет. Мен бұны не үшін түсірдім бұл видеоны сіздерге, шынымен бөлісу үшін. Мен пайдалы заттарды өзіммен алып кеткім келмейді. Өзім біліп, ешкімге айтпай, наоборот, сізбен бөліскім келеді. Сіздің мнением все равно, как будет идти ваша жизнь. Поэтому осылай, достар. Бақытты болыңыздар, біріңізді ренжітпеңіздер, ерте тұрыңыздар.